Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын керемет, нәзік болып шығатын, дүкендегіден де дәмді болып шығатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқа қажет болады. Енді жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі бөліп аламыз, екі ыдысқа. Енді сары уызымызға құмшекер саламыз, ванилин саламыз. Қопсытқыш салып, сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық массамызға ұнымызды қосып, қоймалжың сұйықтық дайындаймыз. Бөліп алынған ақ уызымызға қант ұнтағын қоса отырып, блендермен жақсылап тұрып көпіртеміз. Шамамен аппақ болып көпіруіне 10 минуттай уақыт кетеді. Енді қоймалжың қамырымызды екі бөліп аламыз, соның біреуіне какао ұнтағын қосып араластырамыз. Енді көпірткен ақ уызымызды екі ыдысқа екі қасықтан тең жартыдан бөліп саламыз. Енді ақырындап асықпай араластырамыз. Осындай екі түрлі сұйықтық дайын болды. Енді какао ұнтағы қосылмаған сұйықтығымызды бірінші құйып алып, біркелкі етіп жайып аламыз. Какао қосылған сұйықтығымызды целлофанға құйып дайындап аламыз. Енді қамырымызды листтің үстіндегі қамырдың үстіне біркелкі етіп құйып шығамыз. Енді қасықтың көмегімен ұзындығы бойынша араластырамыз. Енді керісінше енін бойлай араластырамыз. Духовкаға 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитіміздегі пергамент қағазын аламыз, асықпай отырып. Бисквитіміздің астына пергамент қағазын төсегенмін, сол пергамент қағазын қолдана отырып, рулет етіп ораймыз. Енді рулетімізді суығанша қалдырамыз. Сосын салқын болған рулетімізді ашып, ішіне кремін жағамыз. Мен креміне сливки мен творожный сыр, сахарный пудра үшеуін араластырдым. Сгущенка, вареный сгущенка, кез келген кремді жақсаңыздар болады. Егер де рецепт пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Кремін толықтай жақ болғаннан кейін рулетімізді орап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Рулетімізді кесіп көрсетейін. Жалпы бұл рулеттің атауы дауыл рулеті деп аталады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және жасағаннан кейін бағаларыңызды беріп, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Арайлым.